Кеттік салонын көрейік. Кірмес бұрын қолыма арнайы медицинский қолғап киіп жатырмын. Мүмкін бірдеңе жұқтырып алатын шығармын, кім біледі. Ал, бісміллә. Саған қара. Есіктің ернеуіндегі резинкелерді қарашы. Күнге кеуіп тозығы жеткен. Мынаның орындығында бір 5 сантиметр кір жатыр ғой. Автомобильдің өзінің бір қандай да бір бөлшектері ешқандай жуылмаған, ішінен адыраспанның иісі мүңкіп тұр ғой. Артқы қатарды көрейік. Қанша адам ұрпағы жатыр, естіп тұрсыздар ма? Біреу өзінің қажеттілігін өтеген, дәрет сындырған ба, білмеймін. Мөлде мына автомобиль тазаланбаған секілді. Иісі мұрын жарып баратыр ғой. Е-майы, қара бага. Ернеуіндегі резинкелері әшейін жатыр. Өзінің функциясын атқарып отқан жоқ десек те болады. Мынаның артынан бір 10 шақты адам әшейін кірген ғой. Қараңыз, ішінен боялғаны көрінеді. Қандай жабайы адам мінсе де, мәдениетіміздің деңгейі осындай екені өкінішті. Не дейміз енді? Сервистің 0 деңгейде екені көрініп тұр. Автомобильдерге мүлдем қарамайды десек те болады. Қараңыз, қандай лас күйде. Амал жоқ енді. Жабылды ма? Қара. Дұрыс жабылмайды да ғой. Кеттік. Volkswagen, das Auto.